Қош келдіңіз менің каналыма. Бұхара самсасын бірге жасайтын боламыз. Ең бірінші осылай қамырды тұз су қосып жақсылап илеп аламын. Оны тұндырып қоямын. 10-15 минутқа қамырымыз дайын болғанша. Мен фарш емес, осылай етті жұқа қып турап, майдалап, тостағыма салып, пиязды да осылай майда-майда қып турасаңыздар, бұл самса өте тез пісетін болғандықтан, мүмкіндігінше етті, пиязды жұп-жұқа қып турасаңыздар, және пышақпен езіп алсаңыздар, тез пісетін самса. Осылайша тұз бұрыш дәмдеуіштерді салып, қамырымды бөліктерге бөліп алдым. Алдын ала. Сіздерде егер көп пісіргілеріңіз келсе, қамыр көлемін көбірек жайып елесеңіздер болады. Осылайша қамырды жұқа қып жайып шығамыз. Ішіне дайын болған начинкамызды салып, және қамырды 3 бұрышты қылып орап шығатын боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырды салып жатырмын. Қамырдың арасына дайын болған начинкамды салып жатырмын. Арасын баспаймыз, тек қана осылай 3 бұрышты қылып қойып шығуға болады. Қаншалықты қамырыңыз жұқа болса, соншалықты самсаңыз дәмдірек болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай қойсаңыздар. Менде үйде помидор болмағандықтан помидор қосқан жоқпын. Егер сіздер помидор салып арасына сочный болу үшін қоссаңыздар, ол да ерекше дәм беретін болады. Осылайша газдың бетіне қойып, міне осы тапада асты-үстін аударып, қызартып пісіріп алдым. Міне біздің самсамыз дайын болды. Өте дәмді болып піскен. Егер менің видеоларым ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Алда ерекше тағамдар салатын боламын.